Баршаға қайырлы күн достар. Бүгінгі сіздерге жазғы тері күтімі туралы ақпарат беретін боламын. Канал ұнаса жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Негізі жазда теріге базалық күтім жасау жеткіліксіз. Күннің көзі, ыстық және жоғары ылғалдылық теріге тақтар мен бөртпенің пайда болуына және майлануына себепші болады. Жаз мезгілінде теріге күтім жасауда негізгі 2 қадамды сақтау маңызды. Ең біріншісі ол күннен қорғану. Қалада ультракүлгін фотоқартаюды шақырады және теріні зақымдайды. Күн сәулелері бізді қоршаған барлық нәрседен шығарылады. Шөп, бұтақтар, асфальт және тағы басқа. Қалада SPF 15 пен 30 құралы жарайды. Тек бет терісі емес, сондай-ақ барлық ашық жерлерді күннен қорғау керек. SPF құралдар сізді жаз мезгілінде теріге күтім жасаудың негізгі құрамы болып табылады. SPF құралдардың барлық жерлерді тек бетке ғана емес, сонымен қатар қолдарға да ашық тұрған жердің бәрін SPF құралдарын жазда жағу өте міндетті. Себебі күн адамның бетін қартайтып жібереді. Келесі ол сапалы әрі терең ылғалдандыру. Қоршаған орта температурасы көтерілген кезде ағзадағы жылуды реттеу өзгереді, сондықтан тері арқылы ылғалды жоғалту артады. Сол үшін су ішу режимін сақтау маңызды. Ол әркімде әрқалай. Орташа есеппен күніне 1,5-2 литр таза су ішу керек. Құрамында ылғалдандырушы бар құралдар қолдану қажет. Олар ылғалдың қорын құрады. Мысалы, бетаин ылғалдың жоғалтуын алдын алады және жошылардың температуралық өзгерістерін қорғайтын өсімдік компоненті. Сондай-ақ табиғи ылғалдандыратын моринга майы мен глорин қышқылы жатады. Бетіңізді үнемі күннен қорғап жүріңіз. Үнемі суды ішіп, беттің ылғалдылығын сақтауды ұмытпаңыз. Өзіңізді күтім жасау әр адамның міндеті болып табылады. Судық норманы үнемі бақылап жүрсеңіз, сізде артық әжім беттің қартаюын алдын алатын боласыз. Негізгі осы 2 мәселе. Егер канал ұнаса, сіздерге лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Барлық ақпарат осы жерде.